Еркеташ жалпы білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысы Бақыт Інжу боламын. Абай Құнанбайұлы бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік. Әйтеуір бірталай өміріміз өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баяндысын, баянсызын көріп. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайрадым. Ел бағу? Жоқ. Ел бағым жоқ. Бағусыз детке жай деген кісі, не көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ. Мал баға алмаймын. Балалар өздеріне келгенше бағар, енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, келімсектердің азығын бағып берер жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарда ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге айтасың? Білмегеніңді кімнен сұрайсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тартсар адам болмағаннан кейін, ғылым өзі бітесен қартайтұғын күйік. Соғылық қылып дем бағу жоқ. Ол да болмайды. Оған да тыныштық жоқ. Не көңілде, не көрген күнімде тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған соғылық? Балалар бағу жоқ. Бала баға алмаймын. Бағар едім, бағудың мәнін білмеймін. Қалай бағам? Не қыл деп бағам? Қай қаракетке қосайын? Оны да ермек қуанған. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрсенің бәрін ақ қағазға жазайын. Ақ қағазбен сияны ермек қылам. Кімдегін керек сөзін тауып алады. Я керегі жоқ, я оқысын десе, өз сезім өзімдікі дедім де